Армысыздар, Қазығұрт Ньюста жаңалықтар уақытта. Сіздермен мен Арайлым Қайратқызы. Күні кеше ғана Қазығұрт ауданындағы мектеп түлектерінің өмірінде ерекше сәт болып өтті. Бүлдіршіндер бірінші сыныпты бітіріп, 2017 түлектері жарқын шақтың елесі қалар, ерке балалығының куәсі болар мектебімен қоштасты. Биылғы жылдың кімге сәтті, кімге ерекше әсер қалдырған бірге тамашалайық. Бұл Қазығұрт ауданының 2017 жылғы түлектері. Дәл осындай айтулы күні жанарларына жас үйіріліп, қимас сезіммен балалық бал дәуренмен қоштасуда. Оқушылар аяулы ұстаздарына алғыс айтып, мерекелік іс-шараның көркін қыздырды. Олардың үлкен өмірге қадам басып, үлкен жетістікке жетуіне ата-аналары мен ұстаздары да тілек білдірді. Мен мынау биылғы бітіріп жатқан 72 түлекке ақ жол тілеймін. Дендері сау болсын, мына алдарындағы сындардан сүрінбей өтіп, өмірде өздерінің орындарын дұрыс таңдай білсін. Алдағы уақытта барлық жас түлектерге сәттілік тілеймін. Мектептің үмітін ақтағымыз келеді әрине. Биыл білім саласында жаңалық көп. Оқушыға да, оқытушыға да, ата-ана үшін де ең басты ұбт жаңарды. 13 жылдан бері ұйқыны бозған жүйе жеңілдетілді деп сендірді мамандар. Биылғы жас талапкерлерге министрлік қандай сый дайындап отыр? 2017 жылғы жас түлектер сынаққа қаншалықты дайын? Тілшіміз Арайлым Бекбосын сабақтайды. Сіз 11 сыныпсыз, алда емтихан келе жатыр, емтиханға дайындығыңыз қалай? Негізі биылғы ұбт екіге бөлініп кеткен. Сіз емтиханын сұрап тұрсыз. Емтиханға біріншісі эссе, бақылау жұмысы, тағы да әртүрлі тапсырмалар бар. Дайындық жалпы жаман емес, жақсы. Эссе жазып дайындалып жатырмыз, есептер шығарамыз әртүрлі, және орыс тілінен видео. Алда емтихан келе жатыр, қобалжулар болып жатқан шығар. Егер де сол емтиханнан өтпей қалып жатсаңыз, қандай жол табар едіңіз? Емтиханын өтем. Рахмет, сіздермен бірге болған Эрматова Айсұлу, Қазығұрт Ньюс телеарнасынан. Бүгінге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Арайлым Қайратқызы, арнайы Қазығұрт Ньюс үшін.